Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі видеода мен жаңа сериал түсіретін болам. Яғни бұл жаңа сериал деп қой, кешіріңіздер. Бізде бұл мектептегі бөлінік деген сериалдың екінші бөлімін түсіретін боламын. Достар, бұл сериал сіздерге ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса да лайк пен подписканы ұмытпаңыздар. Ал біз онда сериалымызды бастаймыз. Кеттік! Қыздар, кеттік одан ана қызға тиісейік та. Что-то маған ұнамады ана қыз. Кеттік тиісейікші. Кеттік сол ғой тиісейікші. Сен негізі бұл мектептің формасымен сай киінбегенсің ғой. Фул кринж. Ужас. Біздің мысалда сыныптағы балдар да, қыздар да бірдей киініп алған да мысалда. Сен болса ерекше болып жүрсің ғой. Бүйтен ғой сияқты. Ол ғой, вообще ужас. Бүйтен ғой сияқты жүр ғой нау деген. Енді мен ғой емеспін ғой, мен адаммын ғой. Мен негізінде мен бұл мектепке жаңада келген соң білмедім қандай киім киетінімізді. Ал сен вообще-то біліп жүрсің ба? Осында біз сияқты форма сатып аласың 10 000 теңгеге. Даже сенде ақша да жоқ шығар. Ой, қыздар, одан шына қыз ұрып тастайықшы, я? Ешкім қарап тұрған жоқ. Камерада жоқ қой, неқта вообще. Давай, кеттік. Кеттік. Пах. Болды, қыздарынан қыз жылап қалды ғой, кеттік. Тез қашып кетейік, келмей тұрып. Кеттік. Давай, аш керек. Кеттік. Неге бәрі маған тиісе береді? Бұрынғы классымда да тиісті, осы класста да тиісті. Мен ешқашан қыздармен тіл сабасамайтын сияқтымын. Өзіме дос таба алмайтын сияқтымын. Не істеймін? Мамама айтатын сияқтымын бәрін. Уже қоңырау болып қалды, тез барайын сабаққа. Сәлеметсіңдер балалар. Сен новенький емессің бе? Мен сенің сынып жетекшімін. Атын Айзере ма? Иә, апай. Неге жылап отырсың? Неғып мұнайып отырсың? Класс ұнамады ма? Қыздар араларына қоспады ма? Апай, не ғой қыздар? Ей, айтпай отырсай. Не істеп отырсың, Айзерке? Не айтып отырсың? Ой, біраз айтып отқам ғой есептерді. Қазір келем, мен қазір келем. Айтпай отыр е. Ой, өзім тындырам, ол сен тындырмайды. Қыз, сен айтпай отырсың ба? Айтсан таяқ жейсің вообще-то. Түсінің ба? Айтпа. Жарайды. Так, мен келдім. Аяқты бір апай шақырып қалды. Не ап жылап отырсың, соны айтсайым. Апай мазам болмай отқан еді, содан көзімнен кішкене жас ағып кетті. Жарайды. Қыздар қоспай атса, айт, қыздар. Сендер мына қызды қоспасыңдар, таяқ жүрсіңдер ма? Қосыңдар. Осыдан маған осы осының ата-анасына жалпы сендерді мен аямаймын, ма? Да, сабағымызды бастайық онда біз. Такс. Сабақ аяқталды бізде. Үй жұмысын бәрін жазып алыңдар, түсіндер ма? Осыдан орнамай кетсеңдер, таяқ жүрсіңдер. Келесі сабақ тоже менікі. Қазақ тілі. Дайындалып келіңдер. Дайындалыңдар бұл. Сендер. Екеуін әсіресе. Сәлеметсіз бе маған. Так. Өзің не алсаң, соны ал. Жарайды. Так, мен өзіме бургер алып алайын. Ей, огурцы салып жүрген несі? Өзің жаса енді сол мен.
Ай, апай, кешіріңізші. Той помидор жоқ па еді? Той, новин жасай салайыншы. Так, мен бургер жеймін и дағы не жесем болады? Банан жеймін. Осы екеу қанша теңге болды? 1000 теңге болды. Аха, қазір аударам. Аудардым. Рахмет сізге, сау болыңыз. Так, барайын, яқ отыра салайын. Қыздар, қазір қызыр шау жүрек да. Кім шалады? Давай. Давай мен шалайыншы. Давай, бар. Сәлем. Не істеп жатсың? Тамақ жейін деп жатқам. Өзім, мен де сол тамақ жейін деп жатқам. Ай, аяғым. Ай, қолым. Ай, неге мені шалып жердің? Мен сені шалған жоқпын ғой, өзің құлап қалдың ғой. Мен саған не істедім соншалықты бұлай айтатындай. Енді сен мені шалып жердің ғой. Сәл кешірім сұрасам да болады ғой. Ей, сен неғып біздің қызға айқалап отырсың? Тыныш отсай, сол ғой. Не болып жатыр бұл жерде? Мына қызда біздің қызға айтып жатыр да айқалап. Мен айқалап жатқан жоқпын, өздеріне солай естілген шығар. Ей, болды, қойшы. Сен новенький вообще баршы неха. Біз сені шалған жоқпыз, және де сені шалған жоқ ол қыз. Баршы бол, құры бары. Ай, итермеші. Фой, кринж. Мына қызға кім қарайды? Ой, отырайық, әңгімелесейікші. Ол қыз шалып жүргенше. Тамағымды алайын, хотя бы құлап қалмапты ғой, но тамақтар жерге. Құлап қалғанда бәрі бүкіл ақшам босқа кететін еді. Неғып мен қыздар араларына қоспайды. Басқа мепсикке ауысып кеткім келеді. Так, тез барып келейін директорға. Ей, Әзерем, не болды? Неғып жылап отырсың? Апай, неғып екен айтпай қояйыншы. Айтсам өте жаман болады. Айтпасам да жаман болады. Не істерімді білмей отырмын. Не ол жаман жақсы деп нені айтып отырсың? Қалай айтсам болады? Бәрін айтшы өтінем. Саған біреу тиісіп отыр ма? Қыздар ма? Иә, қыздар мен араларына қоспайды, және мені ұра береді. Мен аяғынан шалып, маған тисе береді, маған буллинг жасай береді. Айзере, осының бәрін ертерек айтпайсың ба? Олар маған айтпа, айтсаң таяқ жейсің деді. Сондықтан мен ешкімге айта алмадым. Даже ата-анама да айта алмадым. Бірінші күннен олар маған тисе береді. Не істеймін, бүгін бірінші күн болғандықтан тиісті. Хотя бы бірінші күн тиіспей жүрсе де болатын еді. Қазір мен олардың сазайын тартырам. Сен жыламамақ ма? Жарайды. Рахмет апай сізге. Ой, қыздар, айтпаңдаршы, ужас жаман қыз ғой анау. Ой, айтпашы. Ей, қыздар, қойыңдар жыртындағандарыңды. Апай, не болды соншама? Ей, ана Айзереге неге тиісесіңдер сендер, а? Новенький ғой, неғып буллинг жасайсыңдар сендер? Мен сендерді ата-аналарына айтамын. Өте жаман ақылықтарын түсіндер ма? Осыдан бір ұштарын Айзереге тисін, таяқ жейсіңдер. Араларына қоспайсыңдар ма? Қосыңдар. Осыдан таяқ жейсіңдер, бір ұштарын тисін, жындылар десе. Мә, апай, Айзеренің кесірінен бізге ұрыс берді ғой. Шындық Айзере. Қазір сазайын тарттырамыз біз оған.
соның кесірінен апай бізге жау болып кетті ма, бізге ұрысып кетті ғой. Солай кеттік, сазайын тартқызайық ол қыздың. Айзере, шынды қарашы, кітап оқып тыныш бүкіл бәлем бізге жаба салып. Қандай бәле? Сендер өздері маған тиістіңдер. Айтуға болмай ма? Апай менің өзі сұрады. Мен айттым. Сендер неге мені араларына қоспайсыңдар, буллинг жасай бересіңдер, өте жаман қыздарсыңдар, ұнамайсыңдар сендер маған. Сен де бізге ұнамайсың. Және де сен вообще бір түрлісің. Жынды, неғып біз сен кесірінен апайдан ұрыс естідік. Нан ұрып тастағым келіп тұр сені. Ай, бетім, неге мені ұрасың? Сенің кесірінен біз ұрыс естідік, білесің бе? Нағыз ұрып тастайықшы. Қыздар, өтінемін, кетпеңдерші, кешіріңдерші, өтініш. Бетін бәрі көгеріп кетті ғой, енді не істейміз? Мына бетімді жауып жүр, бізді айтпа күміртсе есікке ұрып алдым деп жүрсің ба? Жарайды. Кеттік. Достар, осымен менің мектептегі буллинг деген сериалдың 2-ші бөлімі аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. 3-ші бөлімді күтіңіздер, және де сіздерге вообще қатты ұнап жатыр деп ойлаймын. Ұнаса комментарийға жазып кетіңіздер. Ал біз осымен видеомызды аяқтаймыз. Всем пока.